Менің даусым естіліп тұр. Мгм. Қайырлы күн баршаға. Траворим компаниясының қазақша өтілетін, қазақша форматтағы презентациясына қош келдіңіздер. Қадамдарыңызға нұр бітсін деп бисмилля деп бүгінгі ақпаратымызды бастайық. Алдымен өзімді таныстырып кетейін. Менің есімім Луиза Жәнібекқызы. Алматы қаласынан боламын. 5 ханшайымның анасымын, яғни көп балалы аналардың қатарынанмын. Траворим компаниясының тәуелсіз серіктесі болып келемін. Көбірек саяхаттаңыз, керемет саяхаттаңыз және арзанырақ саяхаттаңыз. Әрине көп саяхаттап және дей тұрғанмен де арзан шығып жатса, саяхатымыз арзанға шығып жатса, эконом дейміз ғой. Бұл дегеніміз, менің ойымша, ол керемет саяхат деп есептелінеді, иә. Және осы егер де сіз өзіңіздің қазіргі деңгейіңіз сізге ұнамай жатса, өзіңіздің қазіргі өмір сүру салтыңыз ұнамай жатса, көңіліңізден шықпай жатса, онда сіздің өміріңізге бірнеше өзгерістер әкелу керек, иә. Мінекей Траворим компаниясы осындай бірнеше адам өміріне бірнеше өзгерістер әкелетін бірден бір компания деп айтқым келеді. Яғни Травориммен бірге өміріңді өзгертегім келеді. Траворим компаниясының негізін қалаушы Дэвид Харт және Адела Харт осы кісілерден бастау алған. 2013 жылдың наурыз айында Америка құрама штатында негізі қаланған екен. Траворим компаниясы 2019 жылы саяхатшылардың жабық клубына айналады. Осы 2019 жылдан бастап компанияның өсу пайызы 400%-ға дейін, одан да көп өскен. Соңғы 2 жылда миллиондаған сатылым бар, яғни тұрақты өсу бар. 2024 жылы 20 мамыр айында Қазақстанда ресми түрде тіркеледі. Кәдімгідей өзінің қағазы тіркелген, ресми түрдегі тіркелген қағазы бар. Ол жөнінен қорықпасаңыз болады. Қазіргі таңда мінекей 3 бірдей басты кеңселерін атап өтуге болады. Ең бірінші басты кеңсесі Калифорния Темекула қаласында болса, одан кейінгі кеңсесі Испанияның Мадрид қаласында, одан кейінгісі осы Азия бойынша Қазақстанның Алматы қаласында. Егер сіз ұйықтап жатқанда ақша табудың жолын таппасаңыз, өміріңіздің соңына дейін жұмыс жасауға тура келеді дейді Уоррен Баффет деген әлем бойынша ең бай адамдардың бірі. Әрине біз осындай бір тәжірибесі, өзінің тәжірибесінен сөз қалдырған, ісін қалдырған, өзінің тәжірибесін көрсеткен, жол қалдырып кеткен адамдардан біз үйренеміз, үлгі аламыз емес пе, иә? Сондықтан да шынымен де қарасаңызда, егер біз демалып жүріп, саяхаттап жүріп, отбасымызбен жүріп, зейнетақы демалыста жүрген адамдар болсын, иә, немесе үйде декреттегі аналар болсын, иә, сөйтіп жүріп, егер карточкамызға пассивті табыс көзі, күнделікті табыс көзі келіп жататын болса, ол деген нұр үстіне нұр емес пе? Ал егер керісінше, егер сіз күнде тірнектеп, еңбектеніп, таңнан қара кешке дейін дейікші, иә, жұмысқа барып, жұмыстан келіп, шаршап, отбасыңызға энергияңыз жетпей жататын болса, ол дегеніміз әрине онда мінекей Уоррен Баффет айтқандай өміріңіздің солай тірнектеп, өміріңіздің соңына дейін жұмыс жасайсыз. Айлыққа қарап отқан күн деген сол, иә, айлықты күтіп, сол айлық алған кезде соның барлығын жаңағы сол айлыққа жиналып келген үйдің нәрселері анау мынау деп жатамыз, иә, солардың барлығы сол бір ғана айлыққа тосып отыратын ондай да жандар бар, иә, қазіргі заманда. Ондай да жандар бар. Ол деген енді ол жарамайды деп айтқым келеді. Ал енді жаңағы айтып өткендей, егер демалып жүріп, саяхаттап жүріп, еркін өмір сүріп, ләззат алып жүріп өмірден, иә, өзіңізге көңіліңізді бөліп, яғни сөйтіп жүріп табыс табатын болсаңыз, ол деген мінекей нағыз бизнес, нағыз заманауи бизнес деп айтқым келеді. Өмірдің бір кереметі деп айтқым келеді. Жалпы индустрия, мынау туризм индустриясы
ең үлкен бір салалардың бірі, иә. Осы салаға түскен адам негізі ең керемет бизнесқа түсті деп ойлай берсеңіздер де болады. Осы біздің платформалардан алатын қызметтеріңіз жөнінде айтатын болсақ, мінекей ең бастысы курорттар, иә. Курорттар, қонақ үйлер, және де қосымша курорттар бар, круиздар бар, автокөлікті жалға алу бар, саябақтар, турлар, белсенді демалыс, ойын сауықты, осындай бірнеше қызметтерін атап өтуге болады. Ал енді травориум дегеніміз не? Оның артықшылықтары, бізге беретін артықшылықтар, иә? Қандай жалпы травориум деген не ол өзі десек, мысалы, ең бірінші бұл жерде серіктестік бар. Компанияға келген әр адам ол серіктес атанады, иә? Яғни платина пакеті бар серіктестер үшін бір жылда 12-14 ай дейтін болсақ, шамаменен, иә, 2 рет, кем дегенде 2 рет демала алады. Және де немесе одан да көп демалысқа шығуға болады. Және де тағы да бір артықшылығы, бұл жерде ұпайлар жинақтап, сол ұпайлар арқылы төлем жасап демалуға болады. Және де басқа да турагенттердің бағасына қарағанда біздің травориумның бағасы анағұрлым жеңіл. Яғни сіз өзіңіздің табыс көзіңізді үнемдей аласыз, иә. Мінекей жазылып тұрғандай 60%-ға дейін үнемдеу, немесе одан да көп пайызға дейін үнемдеу бар, және 3% шығыныңызды өзіңізге қайтара аласыз. Осы пайыздар жиналған кезде кэшбэк деп жатамыз, иә, оны да кейін пайдалануға болады. Және де бизнес жасау мүмкіндігі, әлемнің кез келген нүктесінде отырсаңыз да, мейлі қалада отырыңыз, мейлі ауылдық жерде отырыңыз, қолыңызда ұялы телефоныңыз, ноутбугыңыз болса болғаны, сіз 24/7 бизнестесіз, яғни жұмыс жасауға мүмкіндік бар. Травориумның тағы да бір ерекшелігі, артықшылығы, ол онлайн бизнес бұл. Соны атап өткім келеді. Яғни сіз күнделікті жұмысқа бүйтіп барып келіп жүрмейсіз, онлайн жұмыс жасай бересіз. Және де травориум компаниясында бірнеше платформаларды атап өтуге болады. Мысалы, біріншісі туристік сайт, яғни travel сайт. Бұл жерде, мына жерде 2 миллионнан астам қонақ үй деп тұр. Негізі қазір 3 миллионнан астам қонақ үйлер бар. 60%-ға дейін, кейде тіпті одан да көп, 70-80%-ға дейін жеңілдіктер, яғни үнемдеуге болады табысыңызда. Және де басқа да турагенттерге қарағанда, осы туристік сайт арқылы егер қыдырап демалатын болсаңыз, өзіңіздің жаңағы жеңілдік алуыңызға бірден бір мүмкіндік бар. Және де бірнеше бөлімдерден тұрады. Белсенді демалыс жасауға болады. Осы туристік сайт арқылы қонақ үйлер, круиздар, автокөлікті жалға алуға болады, ойын сауықтар. Мәселен айтатын болсақ, сіз шетелге шықтыңыз, сізге автокөлік керек болып тұр, иә. Ешкімнен сұрамай-ақ осы туристік сайт платформасына кіріп, автокөлікті жалға алуға болады. Жеңілдікпен. Және де круиз жасауға болады. Керемет лайнермен, керемет круизда жасауға болады. Теңіздің үстінде ондай да саяхат жасай беруге болады. Және де ойын сауықтар, балаларыңызды Диснейленд, сондай керемет жерлерге апарамын десеңіздер, шетелге шыққан кезде осы туристік сайт арқылы жеңілдікпенен оны да қыдырта аласыздар. Ондай да мүмкіндіктер бар екен. Және мінекей мысал келтіріп қойыпты, мынандай керемет 3 миллион қонақ үй, 3 миллионнан астам қонақ үй бар депті. Және де мінекей тағы да мысал келтіріп қойған. Сан-Диегода мысалы айтатын болса, травориумның бағасы 1923 болатын болса, Expedia дейді, мысалы басқа турагенттер, мысалы Booking, Expedia деп жатамыз ғой, прайслайн. Мына жерде Expediaдан мысал келтіріп қойған $5023. Салыстырмалы түрде мінекей арасы 1923 арзан ба, әлде 5047 арзан ба? Әрине $1923 арзандау. Яғни сіз өзіңіздің қаражатыңызды осы сайт арқылы үнемдей аласыз. Келесі платформа Getaways платформасы. Бұл платформада ең керемет платформалардың бірі. 2000-нан астам курорттар бар бұл жерде. Яғни бұл жер апартаменті деп жатады ғой, айтқанда, яғни резорттар, көп бөлмелі қонақ үйлер. Егер сіздің баратын адамдарыңыз көп болатын болса, отбасыңыз үлкен отбасы болатын болса, немесе ата-анаңызды апарғыңыз келіп жатса, мысалы өзіңіз семьяңызбен, отбасыңызбен, бала-шағаңызбен және ата-анаңызбен барғыңыз келіп жатса, сондай бір керемет сыйлық жасағыңыз келіп жатса, мінекей Getaways осы платформа керемет мүмкіндік деп ойлаймын, және де ұпайларыңызды да ұпайлар жинап, бұл жерде ұпайлармен төлем жасауға болады.
Мәселен айтатын болсақ, мінекей Канар аралында 8 күн 7 түн, негізгі бағасы $899 құрайтын болса, Травориум менен оны ұпай арқылы төлейсіз да, салық ретінде $7 осындай керемет Канар аралына саяхат жасауға болады, демалуға болады. Кабо Сан-Лукас, Мексикаға, Орландо, Флорида, иә, осы жерге де баруға болады. Мінекей қарап отырсаңыздар, негізгі бағасы $149 болатын болса, Травориум мен оны ұпай мен төлейсіз да, қалтаңыздан небәрі салық ретінде $142 осындай төлем жасап, керемет демалыс жасауға болады. Менің ойымша бұл керемет мүмкіндік. Немесе құрбы құрдастар жиналып баруға болады. Иә, қазір енді бір сондай тренд қой, құрбы құрдастар барып, бір жаққа барып, туған күнін өткізіп, немесе бір мерекені бірге өткізіп, бір жерге вилла десеңіз, вилла осы Getaway сайтынан қарауға болады. Коттедж үйлер осы Getaway сайтынан, барлығы тап-таза, барлығы. Иә, солай демалып қайтуға болады екен. Келесі платформамыз әлемдік саяхаттар, яғни World Tours платформасы. Бұл жерде өте бір керемет платформалардың бірі, менің ең жақсы көретін платформаларым. Яғни бұл жерде ұпайларыңызды жинақтап, ұпаймен төлем жасап баруға болады. 2 адамнан басталады, мүмкін бір бала қосылады, мүмкін 2 бала қосылады. Енді әр турлар әртүрлі, иә, бұл дайын тур пакеттер деп айтқым келеді. Мысалы, қарап отырсаңыздар, Дубайға негізгі бағасы $902 болатын болса, сіз оны ұпаймен төлем жасайсыз да, қалтаңыздан $49 ғана шығарасыз, өзіңіз және қасыңыздағы жолдасыңыз барса болады, балаңыз ертсеңіз де болады. Осындай керемет турға барып демалып келуге болады екен. Мысалы, мінекей Испанияға, Таиландқа, мынау Дубайға біз өзіміз барған болатынбыз, жолдасым екеуміз, иә. Таиландқа да осылай жолдасымыз екеуміз балаларымызбен барып демалған болатынбыз. Мінекей негізгі бағасы $100,037 болатын болса, Таиландқа мысалы, иә, оны ұпаймен төлем жасап, қалтаңыздан $129 ғана шығарып, осылай керемет саяхатта жасауға болады. Бұл жерде бірнеше турлар бар. Турлардың саны өте көп. Мінекей қарап отырсаңыздар, мінекей мына жерде орысша форматта жазылып тұр. Прагаға да баруға болады, иә, керемет 4 жұлдызды отельде. Бұл тағы да айтып кететін осы әлемдік саяхаттар. Осы біздің Травориум компаниясы арқылы барған отельдеріңіз бір керемет отельдер, иә, 5 жұлдызды, 4 жұлдызды, яғни өте бір керемет деңгейде, керемет қызмет көрсетеді. Мен өзім енді шығып жүргендіктен оған өз көзім жетті, иә. Мысалы, Буравайға да демалыс жасауға болады. Буравайға біз өзіміз отбасымызбен былтыр барған болатынбыз. Былтыр енді Риксоста керемет демалыс болған. Биыл қателеспесем басқа отельде, қонақ үйде, бірақ ол да Риксостан кем емес дейді, иә. Яғни барлығы ішінде, жаңа осы турдың ішінде. Мінекей Батуми, Грузияға да баруға болады, иә. Негізгі бағасы мінекей 1407 болатын болса, қалтаңыздан 359 төлем жасайсыз. Осылай керемет, мінекей таңғы асыңыз және кешкі асыңыз қосылған ішіне осылай керемет демалыс жасауға болады екен. Яғни мінекей сіздерге бірнеше платформаларын айтып кеттім. Осындай енді платформаларды пайдалану үшін, серіктес болуыңыз үшін қандай, не істеу керек деген сұрақ туындайды, иә, не істеу керек? Бізге 3 түрлі пакет ұсынып тұр компания. Күміс пакеті, титан пакеті және платина пакеті, иә. Енді күміс пакеті ең кішкентай пакет. Бұл жерде ең кішкентай болғандықтан мүмкіндігі да аз, $69.95 деп тұр, бірақ өте мүмкіндік аз. Бұл жерде бірақ платформа бар, Travel Site платформасы, оның өзінде 50%-ға дейін жеңілдіктер, сондықтан да біз көбінесе бұл пакетті енді ұсына бермейміз. Енді ортаңғы пакет, ол Титан пакеті, $149.95. Бұл жерде барлық платформалар аз болғанмен 50%-дан аспайды екен, және де бір минусы дейші, иә, бұл жерде ұпай жинауы ұзағырақ. Жылына бір рет қана демала аласыз, ұзағырақ болады. Енді ең керемет, ең бір, мына жерде өзі жазылып тұр ғой, most popular деп, иә, ең керемет пакет. Мен айтам, бұл VIP пакет. VIP адамдар жиналатын, VIP серіктестер жиналатын VIP пакет деп айтам. Осы платина пакеті. Бұл жерде сол бір рет қана $269.95 төлем жасайсыз. Сіз осы пакетке тіркеліп
тіркелген кезде төлем жасайсыз. Яғни бұл жерде барлық платформалар бар, ішінде 80%-ға дейін жеңілдіктер ұсынылған. Және де 270 travel ұпайы осы пакеттің ішінде, алғашқы ұпайы ол бар ішінде. Және де енді осы пакет жөнінде ары қарай айтатын болсам, осы пакетке тіркелгеннен кейін келесі айдан бастап сіз өзіңіздің саяхатыңызға, яғни демалысыңызға $135 жинақтай бастайсыз, иә? Яғни, мысалы айтып өтсек, мынау телефонымыз, иә, біздің ұялы телефонымыз қарапайым. Біз ай сайын мынау байланыс болу үшін, өзіміздің сөйлесу үшін, біз байланыста болу үшін, осы ұялы телефонымызға біз ақша салып отырамыз ай сайын, иә? Яғни ай сайын актив болсын, кейсел болсын, тағы да байланыстар бар, иә, билайн деп атамыз. Ай сайын ақша салып отырамыз, соған бізге байланыс береді. Бірақ ештеңе қалмайды одан кейін, ай біткеннен кейін тағы да салу керек, иә. Ал бізде ерекшелік, 135-тен саласыз, сізге 270 travel ұпайын береді. Келесі айда 135 тағы да тіркелесіз, солай, иә, подписка жасап отырасыз, оған сізге 270 travel ұпайын береді. Сізде ұпай қалады, ұпай жинақталады. Яғни осы ұпайларыңызды жинақтап, сіз сол ұпайлармен төлем жасап, керемет демалыс жасауға мүмкіндік бар. Керемет демалысыңызды жасайсыз. Және де енді сіздерді тағы да бір қуантып қояйын. Біздің компанияның жаңа пакеттің ерекшелігі, сізде тегін де мүшелікке елене аласыз, тегін мүшелікке де. Яғни компания айтады сізге, егер 3 адамды өзіңізден кейін, 3 серіктесіңізді осы Travolum компаниясын жарнамалап, яғни 3 серіктес алып келетін болсаңыз өзіңізден кейін, ода сізге 3-ші адам тіркелгеннен кейін, сізге компания күн сайын $445 күн сайын төлем жасап отырады. Күн сайын, ойлаңыздаршы, күн сайын $445 бір айда $135 құрайды. Компания сол $135 алады да сізге 270 travel ұпайын береді. Бірақ сіз қараңызшы, бірақ сіз өзіңіз $135 өзіңіз салмайсыз. Енді компания 3 адам алып келгеніңіз үшін компания өзі жинап береді $135. Өзі жинап, өзі сізге $135 алады да, сізге 270 travel ұпайын жинап береді. Осылайша ұпайлар тегін жиналады, яғни сіз тегін мүшелік аласыз. Ары қарай кеттік, компанияның бизнес жоспары. Батыл қадам жаса да мол табысқа жет. Яғни бизнес жасау үшін, осындай белгілі бір дәрежеге жету үшін, немесе бір өміріңізді өзгерту үшін дер кезінде батыл қадам жасау керек. Дер кезінде шешім қабылдай да білу қажет деп айтады. Өйткені әр мүмкіндік ол біздің Алладан келген, Құдайдан келген деп жатамыз, Бог дейміз, орысша Всевышний деп жатамыз, иә. Әйтеуір жоғарыдан келген бізге мүмкіндік, әр мүмкіндік жоғарыдан келген бізге бір сый ретінде қабылдау керек. Яғни, бізге берілген мүмкіндік, сол мүмкіндікті дер кезінде шешім қабылдап пайдалану керек. Яғни, батыл қадам жасасаңыз, үлкен табысқа жетесіз. Және де бұл компанияның тағы да бір ерекшелігі, сіз, мінекей мына жерде жазылып тұрғандай, $99.95 өзіңіздің серіктес болу үшін $99.95 төлем жасайсыз. Жыл сайын төлем жасайсыз. Дөңгелетіп айтқанда $100 екші, иә. Яғни серіктес боласыз. Серіктес болғанның пайдасы не? Сізде серіктес болсаңыз, сізде өзіңіздің бэк-офисіңіз болады, яғни кабинетіңіз болады, жеке кабинетіңіз. Сол кабинетіңізде маркетингтік барлық видеолар болады, барлық оқулар, барлық сабақтар болады. Үлкен-үлкен мынау статустағы амбассадорлардың керемет сабақтары болады. Әркімнің өзінің мынау амбассадор жетістігіне қалай жетті, ол да бар, қалай үйретеді, сондай керемет. Яғни дайын бизнес, под ключ деп жатамыз ғой, бизнес. Ештеңені сізге ойлап қажеті жоқ, ештеңені бір ойыңыздан шығарып, ондай қиналмайсыз. Сізде дайын бизнесіңіз бар. Сол бизнесіңізді сізге бүйтіп ұстап, сізге алдыңызға салып береді. Осылай кабинетіңізде барлығы көрініп тұр. Қанша табыс табасыз, қандай платформалар бар, барлығы осы сіздің кабинетіңізде жеке. Соны алып ары қарай бизнес жасай бересіз. Егер сіз осындай серіктестікке келісім жасасаңыз, сіз ары қарай бизнесте жасай бересіз. Үлкен табыстарыңызбен өзіңізді де және жақындарыңызды да қуанта бересіз. Ары қарай мінекей
Бізде Travolum компаниясында бірнеше статустар бар деп айтқым келеді. Иә, әрі қарай сіз егер бизнес жасайтын болсаңыз, бірнеше статустары да бар. Әр статус сізге табысыңызды молайтып отырады. Иә, ең бірінші, ең алғашқы статусымыз мінекей платиновый директор, яғни платина директор деп айтуға болады. Иә, платина директоры болу үшін жаңағы бастапқыда айтқан өзіңіздің үш адамыңыз, яғни жаныңыздағы жақындарыңыз деп айтуға болады. Иә, үш серіктесіңіз жаңағы. Сол үш серіктесіңізді алып келдіңіз. Жаңағы айтып өткен, тағы да қайталаймын, компания сізге $445 күн сайын төлем жасап отырады. 135 болады бір айда. Иә, сол 135-ті алады да сізге 270 travel ұпайын береді. Және содан бастап сіз тегін мүшелік аласыз деп айттым. Иә, тегін мүшелік аласыз, және де сіз ең бірінші статус ол платина директоры атанасыз. Мінекей, әрі қарай келесі статус бір жұлдызды директор. Мінекей, оң жағыңызда 8 серіктес, сол жағыңызда 8 серіктес болу қажет. Күн сайын сізге компания $10 төлем жасап отырады. 4-45 емес, енді көбейіп жатыр. Иә, табыс көзіңіз $10 болды. $10 күн сайын табыс көзіңіз болады. Айына 700 көлемінде, доллар көлемінде сіздің табыс көзіңізге шығасыз. Және де келесі 2 жұлдызды директор, мінекей қарап отырсаңыздар, иә, күн сайын сізге $25 төлем жасап отырады. Айына $750,000 көлемінде сіздің төлем ақыңыз, сіздің табыс көзіңіз шығады. 3 жұлдызды директор, мінекей сол жағыңызда 63 серіктес, сол оң жағыңызда 63 серіктес, ол жалпы командалық серіктестер. Иә, күн сайын сізге компания $70 төлем жасайды. Бағанағы 4-45 емес, енді 70 болды, ойлап қараңыздаршы. Айына 2100-3000 көлемінде төлем ақы. Ай сайынғы табыс көзіңіз. 4 жұлдызды директор сол сияқты. Енді күн сайын 4-45 емес, жаңа бағана айтқан $70 емес, енді қарап отырсаңыздар $100 деп айтқым келеді. Иә, бір адамдар мысалы $100-ды айлап күтеді. Иә, $100-ға жету үшін айлығы $100 болады. Ал мына жерде күн сайын сізге $100-ды компания төлеп отырады. Иә, және айына $3100-4000 көлемінде сіздің ай сайынғы табыс көзіңіз. Керемет пе? Әрине керемет деп ойлаймын. Иә, мінекей қарап отырсаңыздар, жаңағы командалық деп айттым. Иә, сол жағыңызда қаншадан болу қажет, оң жағыңызда қаншадан болу қажет. Мына жерде ПП деп тұрған персональный, өзіңіздің жеке өзіңіздің адамыңыз, жаңағы серіктесіңіз, жеке өзіңіздің алып келген личник деп жатады ғой. Иә, мінекей ең басында мінекей 3 адамды кіргіздіңіз, одан кейін тіркедіңіз, одан кейінгі 4 адам, 1 жұлдыз. Мінекей қарап отырсаңыздар, амбассадор кезінде мінекей керемет статус бар. Амбассадор деген қызылмен жазылып тұр. 9 адам, небәрі 9 адам. Иә, оң жағыңызда 188, сол жағыңызда 188, ал күн сайынғы алатын ақыңыз сіздің $140. Енді $100 емес, $140 болды. Иә, ай сайын 4-4340, $10,000 көлемінде. Қараңыздаршы, $10,000 көлемінде сіздің табыс көзіңіз. Менің ойымша бұл өте бір керемет. Амбассадорға жеткен кезде ол өте керемет тәтті статус деп айтқым келеді. Иә, сондай керемет. Мінекей амбассадорлардың тағы да басқа да мүмкіндіктері бар, сыйлықтары бар компаниядан келетін. Иә, міне тағы да қайталап айтамын, оң жағыңызда 188, сол жағыңызда 188, ол толық сіздің ғана адамдарыңыз емес, командалық адамдар. Сіздікі 9 адам болуы мүмкін, 10 адам болуы мүмкін. Иә, сіздің өзіңіздің жеке адамыңыз. Және компания $140 күн сайын $4000-12000 көлемінде сіздің айлығыңыз шығады. Иә, айына. Және амбассадорлардың өмір салты ол енді тіпті басқаша. Керемет дегім келеді. Луи Виттон брендіне барып керемет сыйлық жасайды. 3 жұлдызды амбассадор болған кезде мынандай сағат, Омега брендінен керемет сағатты да сыйлайды екен. Иә, мына жерде айтып кетейін, 2 жұлдыз директор тұсында енді бриллиант тастары бар, күмістен қапталған, бапталған дейма, енді сондай сөз бар ғой. Сондай керемет сақинада жүзік. Иә, ондай да сыйлығы бар. Енді оны айтып кетпесем болмайды, айтып кетейін деп жатқаным ғой.
Енді мінекей келесі жаңағы амбассадор бір жұлдызды, амбассадор екі жұлдызды, амбассадор үш жұлдыз, төрт жұлдыз, бес жұлдыз деп әрі қарай кете береді. Мінекей біздің Қазақстан бойынша үш жұлдызды амбассадорлар бар, екі жұлдызды амбассадор да бар, бір жұлдызды амбассадорлар да бар. Амбассадор статусында жүрген азаматтарымыз да бар. Керемет табыс көзіне жеткен. Мінекей скрин жасап, аффирмация ретінде, визуализация ретінде скрин жасап телефондарыңызға сақтап алыңыздар. Және де мінекей жаңа айтып кеткендей, амбассадор статусына жеткен кезде Луи Виттон брендінен керемет сый сияпат көрсетеді. Мінекей фотосурет ретінде өзім де сол Луи Виттон брендін алған болатынмын. Мінекей сөмке алған болатынмын. Керемет фотосурет, бақыттан басымыз айналып тұрған сәт, мінекей естелік ретінде енді сіздерге де көрсетіп қойдым. Және амбассадорларға жылына бір рет компания есебінен керемет демалыс жасайды. Айтып қарасаңыздар, мінекей ұшағында экскурсиялар, жаңа ойын сауықтар ішінде барлығы сол керемет демалыстың ішінде. Және де осы биыл Таиландқа барған болатынбыз. Мінекей Пхукет қаласында Хаят Редженси деген қонақ үйінде керемет енді керемет демалыс болды. Енді кімнен қандай амбассадордан да сұрасаңыздар айтады, керемет демалыс болғанын. Ондағы мінекей Луи Виттоннан брендінен тағы да сөмкелер алды. Былтыр алмағандар биыл алды. Біздің қазақстандықтар Мира ханым, Салтанат ханым бар мінекей ішінде, иә. Мінекей Қазақстаннан барған амбассадорлар осындай керемет демалысты бізге ұйымдастырып берген. Және қалтамызға енді біздің ананы мынаны алуымызға $2,500 ондай да сый сияпатымызды бізге берді. Ол бір керемет. Оны көріп тағы да қуанып қалдық. Әрине, ондай ақшаны көрген кезде кім қуанбайды, иә. Енді күшті да. Және де тағы да бір айта кетеді, мінекей Майта деген қыз, испанка, мінекей мен түскен. Бұл қыздың тарихы енді мен алдында да айтқан болатын. Енді толық бүйтіп айтпай қояйын, тезірек уақыттарыңызды алмайын. Бірақ осы қыз жөнінде айтатын болсам, бұл қыз енді біз пендеміз ғой енді, иә, кейде бір болмай жатады. Бір жарты жылдан кейін, 2-3 айдан кейін, немесе бір сондай бір қайтып қалып жатамыз. Болмай жатыр, адамдар нетпей жатыр, сенбей жатыр бізге деп қиналып, кейбір адамдар шығып кетіп жатады, орындарынан айырылып қалып жатады жинаған, иә, мысалы, иә. Сондай да бір өкінішті жағдайлар болып жатады. Сол үшін мінекей фотосурет қойып қойдым бұл қыздың. Бұл қыздың компанияда жүргеніне 5 жыл болған екен. Яғни 5 жылда амбассадор статусына жетіпті. 2 жылда бұл қыздың командасында 7 адам болыпты. Ойлап қараңыздар, 7 адам болған. 2 жылда 7 адам, толық командасында 7 адам болған. Соның өзінде де қайтып кетпей, бұл қыз қайтпас қайсар мінезін көрсетіп, иә, осы амбассадор статусына 5 жыл болса да амбассадор статусына жетті. Ол енді мен үшін үлкен мотивация болды. Менің өзімде кейде болады, енді шаршап кететін, ойбай, менің қолымнан келмей жатыр, болмай жатыр дейтін. Мүмкін бұл белгі шығар деп ойлайтын да кездер болып қалады, иә. Енді адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін ондай барлығымызда да болып жатады. Шаршап кетіп жатамыз, энергияларымыз төмен түсіп кетіп жатады, иә. Сондай кезде осындай қыздардың жасаған іздерін, жасаған тәжірибелерін есімізге алып, өзімізді қайрап, жаңағындай мотивация болсын деп қойып қойдым. Қайрау үшін өзіме де бір үлкен сабақ болды. Яғни қайтпай, осындай қайтпас қайсар мінезімізбенен қайтпай алдыға жүрсек, керемет амбассадор статусына да жетеді екенбіз, жете алады екенбіз. Мінекей не айтқым келеді, мына жерде енді әртүрлі баспалдақтарды көріп тұрсыздар, әр баспалдақ, әр статусты көріп тұрсыздар, иә. Мінекей әр баспалдаққа келген сайын қиындықтар кездеспейді емес, әртүрлі қиындықтар кездеседі. Алланың өзі беретін кезінде сынап алады деп айтады, иә. Яғни әр статусқа келген сайын біз осындай керемет табыс көзіміз молая түседі, керемет сыйлықтарды ала береміз. Қиындықтар кездеседі, ол енді қиындықтар кездескен кезде жаңағы айтқан мысалым сияқты қайтпас қайсарлық мінезімізбен тек қана алға деп баспалдақтың үстіне жүре беру керек, иә. Ең баспалдақтың үстіне жеткен кезде, мінекей, әр статусқа шыққан сайын біздің өміріміз де өзгереді. Мінекей бастапқыда айтқан травориуммен бірге өміріңді өзгерт деп, мінекей бүгінгі презентациямды солай атаған болатынмын. Яғни осы травориум арқылы әр статусқа шыққан сайын сіз өз өміріңізді керемет өзгеріске шығара аласыз. Өзіңіздің керемет нұсқаңызға шыға аласыз дегім келеді.
Келесі мінекей, егер де сіз өзіңізді осындай ақпарат ұнап жатса, сізді шақырған адаммен байланысып, яғни осындай керемет мүмкіндікті жібермей тіркеліп алыңыз деп айтқым келеді. Презентациямның соңында қазіргі таңда біз отбасымызбен әр жерге саяхаттап жүрміз. Ол енді мен үшін бір үлкен бір кезінде бір арман болатын. Қазір енді сол арманға қолымды жеткізген адамдардың бірі менмін мінекей. Отбасымда жаңа 5 баланы, кім 5 баласын, мысалы, мынау травөрім болмаса, 5 баланы шығара салу, бір жаққа демалту, ол мысалы қалта көтермей жатады, иә, жинайық десек ол жиналмай жатады. Ал осы траворим келгелі, бұл 5 баламызбен, отбасымызбен әлемді көрсетіп, жерді көрсетіп, елді көрсетіп, керемет осындай Алланың керемет жерлерін көріп жүрміз. Сіздерге де сондай керемет көруді, керемет табыс көзін алуды тілектеспін. Яғни көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен бүгінгі презентацияны таныстырған мен Луиза Жанбекқызы. Мінекей, соңына да жеттік презентациямыздың. Сұрақтарыңыз болатын болса, сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар, пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Осы бүгінгі ақпарат алуға, презентацияға қатысқан әр жанға, әр серіктеске, әр қонаққа үлкен-үлкен алғысымды білдіремін. Керемет, Алланың нұры жаусын. Осындай амбассадор статусына жете беріңіздер, шыға беріңіздер, өсе беріңіздер, дами беріңіздер. Әумин деп қояйыншы.